Сапар, сіз қайда демалғанын ұнатасыз? Мен негізі табиғат аясында, таудың жағасында, тыныштық жерде миымды демалдырғанын ұнатамын. Тамаша, жалпы қазақ халқы табиғатқа жаны құмар халық қой. Ен далада еркін өскендер бекер айтылмаған шығар. Гүлнәр, сен тым қиялға беріліп кеткен сияқтысың. Бағдарламаның мақсатын ұмытып кетпедің ба? Айтайын дегенім де сол ғой, жалпы тазалыққа жанымыз құмар немесе құмар емес, дәл осы демалыс орындарына келген кезде білінеді ғой, демаламыз, бірақ сол демалатын орынды таза ұстауда ақсап қалатынымыз жасырын емес. Көпшілік орындарында, тау баурайында демалған кісілер өзінің артындағы қалған қоқыстарын тастап кетіп жатады. Олай болса, біз іске кірсек? Құрметті көрермен, сәуір айы мен мамыр айы басталған кезде ағылатын демалыс орындарына көптеп жиналатын Төле би ауданындамыз. Ендеше демалыс орындары мен ауданның тазалығын таразылауға арнайы келдік. Ендеше біз тазалық таразысы бағдарламасын бастаймыз. Достар, жарық мекемесінде қызмет жасайтын қызметкерлер бүгін міне сенбілікке шығып, өз ауданының тазалығына үлес қосып жатыр. Ассалаумағалейкум. Қалайсыздар ағалар? Аға, бүгін нешеден бастап келдіңіз осы тазалық акциясына? Сенбілікке. Сағат ма? Иә. Сағат 8. Шаршап қалған сияқтысыз ғой, біраз жұмыс істеп отыр екенсіз. Істейміз ғой, істегенге шаршайды, істемесе қақтың. Демалысқа келген жоқпыз. Жақсы, Құдайға шүкір. Осындай жұмыстарды жасаған кезде адамның өзінің денсаулығына. Денсаулығын бір жол ғой. Жаңағыдай жүректен өз ауданының тазалығына үлес қосып отырмыз деген не болады, сезім. Болады. Сол үшін тазалыққа істеп, адамдар демалыс, табиғат тазалап тұрған жақсы ғой. Осы Төле би ауданында басым қоқыстың түрлері қандай? Кімдер тастайды? Мен отайған демалысқа шыққандар тастайды, үйінен шыққандар тастайды. Шетке тастайын десе, оған ақша сол үшін тастап кетеді. Сіз жаңағыдай тастап атқан адамдарды көрген жоқпын. Жоқ, көрмедім. Мен өзім шетте тұрамын да қаламын. Әке көрсем айтар едім. Қазір сатып пайдаланып айтсаңыз болады, сол демалушыларға не айтар едіңіз? Мынау керемет табиғатты ластап кететін. Мен тастап қойдым, оларға айтарым, қоқыс тастамаңдар. Жинап, қапқа салып, қойып кетсе болды. Ең кересі. Одан кейінгілер шығады. Демалатындар. Ауа таза тұрса, денсаулыққа да жақсы. Бірінші денсаулық қой. Өздерін ауыр табады. Біреу ананы тастайды, біреу мынаны тастайды. Сол ғой. Рахмет аға, сәттілік сізге, шаршамаңыз. Қазір Төле би ауданында басқа қызметкерлер бүгін сенбілікке шыққан. Сондықтан да ағамыздан бір сұхбат алып көрейікші. Ассалаумағалейкум аға. Ассалаумағалейкум. Саламатсыз. Қай салада қызмет атқарасыз? Төле би ауданының немесе жарық жолында. Жарық жолда жұмыс жасайсыз, иә? Бүгін осы сенбілікке шықтыңыз ғой, иә? Иә, сенбілікке шығып, бүгін жұмыс істеп жатырмыз. Осы апта сайын шығып тұрасыздар ма, әлде қалай болады? Апта сайын шығып тұрамыз осы жерлерде. Осы Төле би ауданының тазалық жөнінде айта кетіңізші. Халық сырттан келген халық шаша ма, әлде өз тұрғылықты жердегілер де шаша ма? Жаңағыдай қоқыстар тастап кетеді ма? Қаладан келген адамдар шашып кетеді. Көбінше, иә? Соны біз тазалап, біз не алатынбыз. Сол кісілерге өзіңіздің айтарыңыз бар ма? Осы сәтті келген нелер, қонақтар, өздерінің мұсырлар өздері жинап кетсе екен. Сондай не болса. Көлікпен өткен кезде тастап кетпесе дейсіз ғой қоқыс? Иә. Біз оны артынан біз тазалап жүреміз. Әр суатада келіп жүреміз. Ауданы туристер көп келетін, оңтүстік өңірдің табиғатымен ерекшеленетін, табиғатымен көпшілікті баурайтын аудан. Енді сөзіміздің басын жалпы Таза Қазақстан акциясында 2026 жылдың алғашқы 90-ында қандай жұмыстар атқарылды? Сол жайынан бастайық. Қазақстан Республикасы президентінің Таза Қазақстан жалпыұлттық акциясы Төле би ауданында жүріп жатыр бүгінгі таңда. Қазіргі таңда бүгін 17 техника, 1500 адам шықты. Бүгін жалпы аудандық сенбілік, мынау туристік аймақ болғандықтан Төле би ауданында қазіргі таңда Ағмешіт бір көлік шатқалында өтіп жатыр. Бүгінгі таңда
бәрі белсенділік танып отыр. Медицина қызметкерлері, Аманат партиясы, жастар, аудан әкімдігінің қызметкерлері, мемлекеттік қызметкерлер, осы жердің тұрғындары, коттедждің иелерінде бүгін әрқайсысына айтып, өзіміз осы сенбілікке шығуға шақырдық. Бүгін сенбілік өте белсенділік танытып отыр халық. Өздеріңіз көріп отырғандай, мына азанға 9-да басталды. Қазір түскі 1-ге дейін сенбілік жалғасуда. Енді осы ретте сұрайыншы, жалпы ауданда көгалдандыру жұмыстары қаншалық қолға алынды? Өздеріңіз қарбалас жұмыстың ішінде уақыт тауып қанша жалпы көшет ектіңіздер? Енді көгалдандыру бойынша бізде биылғы жылы бізде жоспар бойынша 55 мың түп көшет отырғызу бізге жоспарда. Соның қазіргі таңда көктем мезгілінде 17 мың көшет отырғыздық. Қалған көшеттерді күз айында отырғызамыз. Мысалы, саябақтарға өзіміз ағаштар отырғызып отырмыз. Жол бойына, әр мекемелер өзінің ауласына көшеттер отырғызып, сондай жұмыстар жүріп жатыр. Осы ретте сұрайыншы, жалпы биыл 2026 жыл жауын-шашынға мол жыл болып жатыр. Жалпы жасыратыны жоқ, осы жақында өздеріңіздің аудандарыңызда біраз осы мәселе бойынша халық мәселе көтеріп еді, су шайып кетуі бар. Осы жағдайға қандай дүниелер жасалып жатыр, алдын алу шаралары қалай болып жатыр? Биыл бізде көктемде мана 1 мамыр, 3 мамыр аралығында қатты шамадан тыс жауын жауы салдарынан бана арғы атыздарға сай-саладан келіп сулар сыймай жолдың бойына шықты. 2-3 көпірімізді апатты жағдайға алып келді. Осы техникаларды жұмылдырып, төтенше жағдайлар қызметкерлері өзіміздің ауданда жарық тазалық, ленгір су, ленгір тазалық су мекемелерінің күшімен қайта қалпына келтірілдік. Енді көп жерлерде көріп отырғандай, мынандай коттедж иелері забор соққан, сондықтан сулар өтамай көшемен жүрген. Кейбір жерлерде өз бетінше коттедж иелері мысалы арықтарды кішірейткен. Соның бәріне қазір шара қолданып жатырмыз. Төтенше жағдайлардан предписание беріп жатырмыз, нұсқама алдын алу бойынша. Сондай жұмыстар жүріп жатыр ауданда. Енді туристер көп келетін мекендеп жатырмыз. Мұнда көріп жатырмыз қазір өздеріңізге тиесілі жаңағы мекемелерден қызметкерлер шығып жұмылдырылып жатыр. Осы ретте сұрайыншы, туристер қаншалықты бұл тазалықты сақтайды? Өздерінен кейінгі тазалық мәдениетін қалай қалыптастырып жатыр? Жалпы әлде қоқыс шашып кететіндер көп пе, аттарынан тастап жинамай? Президентіміздің Таза Қазақстан жалпыұлттық акциясының негізгі мақсаты да осы тазалық сақтаудың мәдениетін қалыптастыру ғой. Сондықтан мен осы біздің Төле би ауданы туристік аймақ болуына байланысты, мысалы Қасқасу бар бізде, Алатау, Төңкеріс, Ақмешіт, Біркөлік шатқалдар бар. Бізге туристер көп келеді. Сол туристерге үндеу жариялаймын өзіміз Төле би ауданы атынан. Өздеріңізбен бірге келген кезде, бағанағы демалысқа келген кезде қапшықтарыңызды алып келіп, өздеріңіз отырған жерді, мысалы от жағасыздар, тамақ істейді, бана сусындар ішеді, солықтың бәрін өздеріңізбен бірге алып кетуді сұраймын. Өйткені бізде енді әр сенбі, жексенбі туристер келгенде артынан өзіміз аудан болып жинап жүреміз. Сондықтан келушілерге де бізде негізгі Шымкент қаласынан келеді, Қызылордадан келеді, одан кейін Түркістан облысының басқа аудандарының барлығынан келеді. Барлықтарыңызға осы тазалық сақтауды және өздеріңіз демалған орындарыңызды тазалап кетуді сұраймын. Қадірменді көрермен, біз қазір тазалық таразысы бағдарламасының тамаша айдарына да келіп жеттік. Өйткені біз жастармен асарлату айдарын бастаймыз. Дәл қазір біз Төле би ауданында
Ұлы Отан соғысына қатысқан ардагердің үйіндеміз. Ол кісінің өзі дүниеден өтіп кетсе де, дәл осы жерде өмір сүретін жолдасына, балалары мен отбасына осы жердегі тұрғындар, жастар мен волонтерлар көмек көрсетіп, асарлатып жасауда. Бүгін міне сауапты іске қол бұрған Төле би ауданының жастарына да келіп жеттік. Ассалаумағалейкум. Қалайсың бауырым? Осындай сауапты амал постоянно жасап тұрасың ба осындай? Иә, біз әр сенбілік сайын таза қазақстан акциясын қолдап, ізгі орта Төле би ауданының ішінде жастар арасында команда ашып алғанбыз. Команда болып осындай сенбілік жұмыстарын жиі атқарып тұрамыз. Бүгін қай жерге келдіңдер? Бүгін бір көлік шатқалында арнайы апамыздың үйіне қайырымдылық жасауға келіп қалдық, сенбілік жасауға, таза қазақстан акциясын қолдап. Қандай жұмыстар? Жалпы үлкен кісілер болған соң енді мүмкіндігі жоқ. Осындай шөп ору, отын жинау, отын жару, жинап беру, сол сияқты тірліктер істеп, қыздар балдар болып, жастар орталығымен кетіп отырмыз. Тамаша. Достар, жігіттермен қатар міне ару қыздарымыз да келіп бүгін осындай сауапты амалды жүзеге асырып, барынша көмектесіп жатыр екен. Қандай жұмыстармен айналып жатыр екен, соны сұрап көрейік. Сәлеметсіз бе? Сіздер осы ауланы тазалаудан басқа қандай көмек көрсетесіздер? Жағдайы жоқ отбасыларға, басқа жағдайлар болған кезде соларға әрдайым көмектесуге дайынбыз. Бүгін мысалы осы ауланы тазартудан басқа апамызға қандай көмек көрсетесіздер? Қыздар тарапынан? Қыздар тарапынан өз мысалыммен айтайын, қолын жуып, үйін жинастырып, сондай жағдайларға көмектесу керек. Естігенде бірден мен барам деп шықтыңыз ба? Иә. Енді көмектесу керек, бірлесіп бәріміз жиналайық деді, істейік деді, істедік, жиналдық. Сауапсыз істеген негізі жақсы. Сол бәріне айтқым келеді, сауапсыз істеңдер деп. Бүгін көріп тұрсыздар, мынау президентіміздің Таза Қазақстан акциясы негізінде аясында мынау ауданымыздың жастары мынау Ұлы Отан соғысының ардагерінің апа тұрады, сол үйге келіп бүгін осы тазалық жұмыстарын жүргізіп жатыр, ауласын тазалап, күл қоқыстарын шығарып рахмет айтамыз. Мынау осы жастардың осы жерде жұмыс атқарып жатқанын естіп, біз де осы өзіміздің жаңағы коллективпен келіп осы акцияға қатысып жатырық. Бұндай акция бізде тұрақты жүріп жатыр. Жесір кісілеріне, аз қамтамасыз етілген кісілерге, одан кейін мына табиғат аясында бір бөлік Ағмеш шатқалдарында Таза Қазақстан аптасы айы сенбіліктер ұйымдастырылады. Рахмет мынау жастарға келіп осы апамызды елеп ескеріп, осы үйге тазалық жұмыстарын жүргізгендеріне. Жастар бүгін сіздерге келіп осындай сауапты іс атқарып жатыр екен. Сол туралы пікіріңізді айта кетіңізші. Кеп тұра ма сіздерге? Кеп тұрады. Мен Қуанышбекұлы Шадиярмын. Қуанышбектің баласымын. Әкем соғыс ардагері. Анам бар 93-ке келген. Осындай жастарға рахмет, келіп көмек беріп, жатқандарына. Не деймін басқа? Анам сол көз көрмейді, өзім екінші көріп ыңғайтпын. Анамды қарап отырмын. Осы тазалық акциясы жөнінде осы кісілер келіп сіздерге арнайы осындай жасап жатыр екен. Жастарға тағы қандай тілек айтатын едіңіз? Бұл қатарлы рахметімді айтамын. Жылда мынау Ұлы Отан соғысына байланысты өткенде 10 майға келіп әкімшіліктен жаз тірліктерімді істеп беріп кетті. Анамның несіне. Қадірменді көрермен, мынау Төле би ауданының жастарының осындай игі бастамасын көріп бір қуанып қалдық. Иә, жалпы қоғамда тек тазалықты үлкендер ғана жасау деген қатып қалған қағида жоқ. Егер де өзімізден кейінгі саналы ұрпаққа тазалық мәдениетін қалыптастырсақ, айналамызға жанасу жандар көбейе бермек.
қазір міне жарық мекемесі өзінің арнайы көлігімен қоқыстардың бәрін жинап алып келді. Полигонға баратын көлікке осы қоқыстар жатады. Аға, бүгін қалай, жұмыс қалай өтті? Жақсы, нормально өтті бәрі. Әзір айналадан теріп, жан-жақтан теріп, мусорлар жинап, газеттен теріп әкеліп, жау машинаға салып жатырмыз. Қоқыстар көп жиналып қалды ма? О, көп жиналып қалды. Бердің қоқыстар көп жиналған берді. Ана жақта жиналған, бұл жақта көп жиналып. Аға, бір нәрсе сұрайыншы сізден, осы қоқыстарды кім тастайды негізі? Білмеймін, сол елдерге айтсаңдар болады, сол терсін, жинасын, ешқайсы айтпайды соны. Әлде бізге постоянно теріп кетеміз. Енді сіз өзіңіздің ойыңызды айта кетіңізші, сол демалушыларға, келушілерге жаңа қоқыс тастамаңдар деген сияқты. Тастамаса болады, сол өзімен жинап, өзімен машинасын салып, алып кетсе болады мысалы. А біз соны жинап, соны алып кетіп жатырмыз сол. Аға, сіздердің осы жарық мекемесінен қазір қанша адам жүріп тазалап шықтыңыздар? Біз бәріміз келдік қой, бухгалтер болмай, не болмай, короче, қыздар да келіп отыр мысалы. Нелер де келді, шәперлер де келді, бізде ана рабочийлар да келді. Бәрі келіп жинап салатымыз осы. Қадірменді көрермен, міне Төле би ауданының қазір барша мәдениет саласының қызметкерлері, жарық саласындағы қызметкерлердің бәрі қоқыстардың бәрін жинап, осы көлікке салды. Енді қазір біз осы қоқыстарды апаратын полигонға барамыз. Және де өз көзімізбен көріп, осы Төле би ауданындағы барша қоқыстар тасталатын полигонның жұмысымен де танысамыз. Қанша жыл болып қызмет атқарып жатқаныңызға? Жеті, сегіз жыл болды. Осы сіз әр сенбілікке, суббота сайын шығасыз қой, сол кезде қоқыстар тола ма машинаңызға? О, бір екі рейс жасамыз. Екі рейс жасаған кездеріңіз болады, Мына жерде 10 рейс жасадық, бәрі сел. Осы полигонмен осы мекеннің арасы қанша қазір баратын жеріміз? 25-30 километр. 30 километр дей ма? Осы жалпы тұрғындарға не айтатыныз қоқыс тастайтын? Болмайды, тастауға болмайды. Мусорка тастау керек. Көрдіңіз ба? Бұл чакман толтырып. Сіздің жұмыс кестеңіз қалай? Аптасына шығасыз ба, әлде өз белгіленген күндеріңіз бар ма? Жұмыс, күніге жұмыс, бір демалыс қана. Сапар қандай иіс? Сұмдық қой бұл иіс. Міне, көрермен, сіз тастаған күл қоқыс дәл осы жерге жиналады. Және еске айта кетейік, бұл жерде де осы жердің тұрғындары жұмыс істейді. Төле би ауданындағы қоқыстардың бәрі осы жерге тасталынып, ішіндегі пластигі бар, картоны бар, қағазы бар. Мына жігіттер өзі арнайы бөліп, осындай жұмыстар атқарады екен. Құрметті көрермен, біз сіздердің арттарыңыздан қалған қоқыстың қайда жиналатынын дәл қазір көрсетіп тұрмыз. Тазалық мәдениетін бірге сақтайық. Таза Қазақстан акциясы аясында жасалған дүниелерді ескерейік. Тазалық тренд, ал ол береке бренд деп бүгінгі бағдарламаны аяқтаймыз.